Қордай ауданында 41 елді мекеннің 34-і көгілдір отынмен қамтылған. Бұл көрсеткіш 83%-ды құрап отыр. Аудан басшылығы қалған 7 елді мекенді 2025 жылға дейін толық газбен қамтамасыз етеміз дейді. Ауданға жалғай орналасқан Қарасай және Еңбек ауылдарында газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілуде. Әзірге Еңбек ауылынан басылған құбыр жолы 1 шақырымды қазып үлгерді. 5 техника және мамандар тынымсыз тірлікте. Алдағы уақытта бұл жұмыстар Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақтау ауылдарында жалғаспақ. Республикалық бюджетте 888,8 миллион теңге қарастырылып, мердігерлер анықталған. Халық саны 4200, аула саны 867. Бүгінгі таңда мінекей көптен күткен және де ойламаған жерде ауылымызға газ кіріп жатыр. Халықтың қуанышы шексіз. Жұмыстардың нәтижесі болашақтың еншісінде. Қордай ауданынан Айгер Мерғалиқызы, Сәуле Сұлтанбек, Айбек Нәкен, Аймақ.